арқаны үй жағдайында шығаруға бола ма, қалай шығарамыз және де қандай жаттығулар жасаған тиімді. Білгің келсе, осы видеоны толықтай көріп шық. Ассалаумағалейкум, мен Аблай Адиев. Бүгін арқаға және крыльяға арналған толық 4 жаттығу көрсететін боламын. Осы жаттығу үй жағдайында жасалатын жаттығу. 3 немесе 4 круг арқылы жасалады. 2 немесе 3 минут демалып. Менің каналымда үй жағдайында және өз салмағың арқылы дене шығаруға байланысты видео сабақтар шығып тұрады. Сол видеоларды жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркел, колокольчикті бас. Осы видеоны толығымен көріп шық, ұнаса лайкты бас. Жаттығуымызды бастайық. Бірінші жаттығуымызда осындай орамал полотенце керек болады. Оның көмегімен біз тартылулар жасаймыз. Қолымызды кеңінен ашып, аяғымызды көтеру арқылы күш түсіреміз. Осылай тартылып бірінші жаттығуымызды жасаймыз. Бұл жаттығуды 15 рет қайталамыз. Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Жаттығымыз дәл бірінші жаттығудай қалып қабылдап, аяқты көтеріп, қолдарымызды алдыға созып, екі жағаға созулар жасайтын боламыз. Бұл жаттығуды 15 рет қайталамыз. Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. Үшінші жаттығуымызда бастапқы қалыпты қабылдап, аяғымызбен қолдарымызды жоғары көтеру арқылы 15 рет жасаймыз. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap, and I'll be breaking this. This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. Төртінші жаттығуымызда бізге 2 орындық керек болады. Аяғымызды тіреп, осылай қалыпта тартылулар жасаймыз 15 рет. Жаттығуымыз жасап бітіргесін 3 минут демаламыз. Бұл бізде бірінші круг болып есептеледі. Дәл осылай 3-4 круг жасайтын боламыз. Менімен бірге жаттығуды жасағаныңа рахмет. Осы жаттығуды аптасына 2 немесе 3 рет жасайтын боламыз. Осы жаттығуға байланысты сұрақтар немесе толықтай ақпарат білгің келсе, комментария қалдырып кет. Менің каналыма жазыл, колокольчикті бас, лайкты бас. Келесі жаттығу видеоларында көріскенше.